мақтанышы, екі дүркін олимпиада чемпионы. Біздің осы Қамшыбек Қоңқабаевтың негізгі қарсыласы болған Бахадыр Жалоловты көріп отырмыз. Екі дүркін олимпиада чемпионы. Ауыр салмақтағы нағыз. Үш дүркін Азия чемпионы. Әзірге осы Өзбекстанда нөмір 1-ші боксшы дегенмен енді түрлі ақпараттар шығып жатыр. Қазір енді Бахадыр Жалолов әуесқой бокстағы мансабын аяқтады десе, енді бірі 3 дүркін олимпиада чемпионы болуға да өзінің бағын сынап көрмек деген болатын. Енді оның анық-қанығын біз алдағы уақытта осы бокс кешінде оның жеке бапкерлерімен де менеджерлермен де сөйлесу мүмкіндік туса міндетті түрде осы сұрақты қоямыз. Жалпы ол қарсыластар үшін нағыз қорқынышты, кез келген соққысы жойқын. Қазір енді оның қарсыласы тіпті оның қарсыласы енді ұшып келседі, бірақ сонда да ертеңгі жекпе-жекте оның тамашалай салсын. Қошемет. Оның қарсыласы бүгін қазақ жеріне аяғы тиген көрінеді. Қазір бізге енді жеткен ақпарат бойынша қарсыласы ертеңгі жекпе-жекке дейін толыққанда дайын болады, бірақ салмақ өлшеу рәсімінде болған. Боксшы үшін кәсіпқой бокстағы дебюті Махмуд Сабырхан. Бұл жерде енді